Сіз қашанда бір ойланып көріп пе едіңіз, Құдай кім? Оны танып білуге бола ма? Ол қандай? Біз ол туралы киелі жазбадан біле аламыз. Құдайымыз жаратқан ие, жалғыз Құдай. Ол құдіретті. Оның басы не аяғы жоқ. Ол еш нәрсеге мұқтаж емес. Ол мәңгілік, уақыттан тыс өмір сүреді. Ол шексіз. Барлық нәрсенің жаратушысы ретінде ол өзі қалаған нәрсесін жасай алады. Әрі өзінің шексіз сүйіспеншілігінің арқасында өзімен қарым-қатынаста болып, өзін танып білсін деп, ол бізді жаратуды қалады. Киелі жазбада анық айтылған. Ол еш өзгермейді, таза әрі киелі. Ол бізді өз отбасына, балалары ретінде қабылдағысы келеді. Ол біздің көктегі әкеміз болғысы келеді. Сонымен қоса, ол көзге көрінетін және көрінбейтін нәрсенің барлығының патшасы. Ол әділетті, сондықтан біздің мойынсұнбауымызды елемей қоймайды. Сол себепті біз оның өсиетін бұзғанымызда, оның қаһары біздің әрекетімізге бағытталған. Мінсіз әділ қазы ретінде, ол шындық пен әділдікті қолдайды. Бұл тіпті бұзылуға алып келсе де. Осы әлем Құдайға мойынсұнбаушылыққа толы. Ол біздің осы қылығымызға қайғырады. Бірақ Құдай құдіретті. Оның құдіреті соншама, ол бізді құтқарып, әділетсіздігімізді кешіріп, соларды өзінің сүйіспеншілігі мен әділдігімен алмастыра алады. Ол бізді өзіне жақындата алады. Ол өз балаларын шыдамдылықпен және жомарттықпен қамқорлайды. Оларға бағыт беріп, оларды жігерлендіреді. Оның жақсылығы шексіз, әрі ол уәде бергенде солардың жүзе асуына сенімді. Ол барлық жерде және әр қашанда бар. Біздің түсінігімізден де әлде қайда үлкен. Сонымен қоса, ол бізге жақын, жеке әр қайсымызға да жақын. Ол барлық нәрсенің патшасы, сонымен қоса әке. Өзінің бізге деген сүйіспеншілігін қоса, ол барлық нәрседе мінсіз. Күнәнің құлдығында жүрген бізді ол көріп тұр, әрі солардан азат еткісі келеді. Ол біздің оны танығанымызды өзімен қарым-қатынаста, оның күшімен, оның қуанышымен, жүректегі шынайы тыныштықпен өмір сүргенімізді қалайды.